неке жаңарту деген бар ма, жоқ? Неке зекетті жездеме берсем бола ма? Жездеңіз жағдай жоқ болса берсеңіз болады. Бірақ жездеден жақынырақ адамға берсеңіз одан жақсырақ болады. Тек тахаджуд оқуға бола ма? Бастай беріңіз. Ораза айында барлық шайтандар қамалады ма? Адам шайтаннан басқасы қамалады. Адамның да шайтандары болады. Өзім 17-темін, 21-дегі бір жақсы адамға ғашық едім дейді. Бірінші болып жазсам қалай болады, ұят емес пе дейді. Сен 17-те болсаң сабақ оқы, саған сабақ оқу керек. Не қыласың, сенің ғашықтығыңды қоя тұр. Ғашықтығың сен 2 рет боқтағанда басылады, сразу басылады. Сондықтан ғашықтықтың пайдасы жоқ, сен қазір сабақ оқитын кездесің. Сен ғашық болып өмірің бәрі ғашықтықтан тұрмайды, қарындасым. Сол үшін егер сенің жасың 31-де болғанда, бірінші жазайын ба десең, mesela жаз деп айтқан болар едім. Сен сабақ оқу керексің. Түсімде пойызға кешігіп қалдым. Бір айтқан сөзіңе өкінесің. Ерің қанаса ораза бұзылмай ма? Жоқ, бұзылмайды. Наурыз неге Қырғызстанда муфтият харам дейді, оларда вахабис па дейді. Қырғызстанның өзінің үкімі бар, өзінің шариғаты бар, өзінің пәтуасы бар. Біздіңкі бөлек, сондықтан біздің еліміздегі пәтуаға мойынсұна бересіздер. Бишімбаев туралы ойыңыз. Менің ойым ешкім туралы маңызды емес. Оның айналысатын өзінің адамы бар, соты бар, прокуроры бар, басқасы бар, адвокаты бар, туыстары бар, елі бар, жұрты бар. Соларға оның саған да бір теңге керек жоқ, маған да бір теңге керек жоқ. Әркім өз жұмысымен айналысу керек. Дұрыс па? Мұрныңды тықпайтын жерге тықпау керек. Өзінің адамдары бар, жұмыс істеп жатыр, соты бар, прокуроры бар, өздері жұмыс істейді. Саған керек жоқ ол әңгіме. Сен өз семьяңды реттеп ал. Сенің семьяңнан сондайлар шыққамасын. Сен өзің сондай болма. Әйелді қадірле, бауырды қадірле, ағайынды қадірле, солай өмір сүрген жақсырақ болады. Біреуді аңдудың қажеті жоқ, әркім өз үшін жауап береді. Керек емес, біреу андай, біреу мұндай деген артық сөз. Өзіміз құлап жатып, жығылғанға күлме деген қазақтың жақсы сөзі бар. Намазға келейін десем, сөздерін анық айта алмаймын. Оқысам күнә болады ма? Сауап болады. Асыл зат солай оқи бер. Су тасқыны қиямет қайымның белгісі ма дейді. Енді су тасқыны бола береді. Мәселе біздің дайындығымыз соған болу керек. Мәселе сода. Қадір түні 5-тен 6 ма дейді. Иә, бұйырса. Неке жаңарту деген сөз жоқ. Сәресінен кейін ұйықтап қайта тұрғанда зубная пастамен тіс жууға бола ма дейді. Болады, Арунас. Жуу керек, таза болу керек мұсылман адам. Аға, Алладан мүмкін емес тілектерді тілеп жүрмін, қабыл бола ма дейді. Мүмкін емес деген не деген сөз? Мүмкін емес нәрсе жоқ Аллаға. Температура көтеріліп, тамақ ауырып тұрса, оразаны ашқан дұрыс па, әлде шыдап кеткен дұрыс па? Температураның деңгейіне байланысты. Қатты ауырып, қалшылдап, құлап, басың тауып, температураң лихорадка болып жатсаң, ашу керексің. Ойбай, өле берейін деген сөз дұрыс емес. Күйеуім қарыздан қарызға кіріп кетті, кредит бар, не себепті деп ойлайсыз? Сізбенен мәмілені реттеу керек деп есептеймін. Әйел адам еркекті төргөде сүйрейді, көргөде сүйрейді. Әйел адам шама келгенше еркектің қанаты болып беріңіздер. Иә, ақымақ еркектер де бар. Еркектің бәрі бірдей еркек емес. Бірақ қалай болғанда да әйел адам ер адамның өмірінде көп өмірде рөл атқарады. Тахаджудта бір тілекке арнап оқимын. Айттық оны. Жол жүріп бір күн оразаға 60 күн өтейме? Жоқ, ондай сөз жоқ. Жол жүру себеп болады, себебі шариғат рұқсат берген себеп болады. Мен сәреске тұра алмай ұйықтап қалыппын. Сағат 11-де бекіте берсем бола ма? Болады, бірақ ниетін айтып дұға қыласында тамақ су іштен кешпейсіз. Жауап беріңізші, жұмыста 5 уақыт намазды қалай болады? Дәрет алсақ та тер сасып тұрамыз дейді.
Тердәрен бұзбайды. Не жұмыс істейсің сонда жаныма, Нұрдәулет? Қандай терлей беретін не жұмыс сенкі жаным? Пеш жағасың ба, қашығарсың ба, не жұмыс? Бір рет жуынсаң болды ғой, бұзбайды ғой. Адам ата болса, оның балаларын кімге үйленді, содан тарады деп айтады ғой дейді. Ой жаным, кітап оқыш не аласың? Бұл әңгіме саған керегі бар ма? Адам ата үшін сен сұра алмайсың. Сен кітап оқы, сен ғылым қу, білім қу, өзіңізде оқып тауып аласың. Өзіңе керек нәрсені оқысашы жаным. Қалай ерте тұруға болады? Ерте жатсаң ерте тұрасың. 3 жыл ораза ұстап, 1 рет ұстамаған едім. Бәрі сөйлеп кетті, неге ұстамайсың деп дейді. Отек-көнке болып, скорый шақырдым. Сонымен келген врач венама гормон салды. Ораза бұзылам. Оразаны аш, Айгүл. Оразаны ашыңыз. Жаныңыз қинап тұрған кезде, жанды қинап ораза ұстау дұрыс емес. Пітірде жағдай жоқ, ағайынға беруге бола ма? Конечно болады. Әбдіқасым болады. Жақсы болады қайта. Бірақ 640 теңге бергенге ағайынға ұялмайсыз ба? 640 теңге ағайынның жағдай күні сізге қарап тұр ма? Егер 64 мың берсең, онда айтуға болады. Ағайынға бердім дейтінші. 640 теңгеге не алады ол? Өзің ойлап көрші. Ол да алғысы келмейді 640 теңгені. Мен саған қаяшымын ба деп. Соқтан, давлениесі бар адам ораза ұстаса бола ма? Болады. Бәріміздің давлениеміз бар. Тахаджуд түннің 3/1 бөлігінде оқылады деген уақыт қай уақыт? Шешіп, ол түнгі сағат 3-тің маңайы. Түнгі 3-тің маңайы. Жолдасым екеуіміздің арамызға қайын апайым түсе береді. Соның кесірінен біз екі жақтамыз дейді. Енді қалай болғанда да ортаға түсу үшін ортаның ашық болуы керек болады. Егер сен күйеуіңмен орталарың тығыз болса, ортаға ешкім кіре алмайды. Сенің орталарыңда жетісіп тұрған жоқ еді, соңынан ортаға кірген себебі сол. Біріншіден. Екіншіден, біреуді кінәлардан бұрын сен өзің реттеп отбасыңда. Күйеу сенікі ма? Біреу мысалы айтса, күйеу байыңа ие болмайсың ба дейді, тура сол сияқты сөз. Сол сөздің қатыныңа ие болмайсың ба деген сөз бар. Тура сол сөздің бір шоты өзіңе тиеді жаным. Сол үшін күйеумен ортаңды реттеп алсаң, еркек ешқайда кетпейді. Ат айналып қазығын табады жаным. Сондықтан айналып келген кезде өзінің жобасы орнына келеді. Сен бірақ екі жақта жүргенің дұрыс емес. Еріңнің жүрегін суытып, ортаңды суытып кетіп қалғаның дұрыс емес. Үрдесе үріп, фастесе үретін адам емеспіз ғой біз. Сондықтан күйеу саған керек болса, отбасы керек болса, сен шыдайсың, ешқайда кетпейсің. Мәселе еркекпен сен өзіңде жаным. Бітірді Каспиге солуға бола ма, или дұғасын оқыту керек па? Дұғасын оқытсаң жақсы болады. Саламатсыз ба, намаз бастағым келеді. 2-3 ғана сүре білем. Бастай берсем бола ма дейді Наргиз. Әлбетте болады потом. Бастай бер. Орамал таққаныма 3 жыл. Мама айтады, шалбар ки, арасында шешіп таста дейді. Шалбар киген кезде шалбар кең көлемде болса проблема жоқ. Киіңіз қарындасым, жаңағы денеңізді пішімін көрсетпейтіндей кең шалбарлар бар ғой, қазір оверсайз. Соны кие беріңіз. Ал енді мамаң шешіп тастаса дегені, ол Алланың әмірін бұзғандығын болады. Шиге шешіп. Мәселе киюде емес, мәселе соған ұстап қалуда. Соқтан ұстап қалыңыз. Алла сіздің кигізген екен, осының үшін алып келген екен, соған бекен бол қарындасым. Ұстаз бәрін тастап жаңа өмір бастау дұрыс па? Жаңа өмірді Марсқа барғанда бастайсың. Адам қайтыс болғанда жаңа өмір басталады. Оның өзі осы өмірдің жалғасы болады. Соқтан жаңа өмір бастау деген жоқ. Күндегі жаңа күн шыққан күні, мысалы бүгін 24 болса, ертең 25 күн ол жаңа күн. Сол жаңа өмір басталады. Сондықтан соған оны жаңа қылу өзің қолыңда. Ассалаумағалейкум. Мәйітті жуындырғанда кірдік. Болған соң ақша берді. Ақшаны қайда жұмсауға болады? Өзіңіз білесіз. Сізге берді, садақа ретінде, өзіңіз білесіз. Рахмет Нұрдәулет, Алла разы болсын. 30 күн оразада жақсы дұға айтып, ауыздарыңыздан рахметіңізді айтып, лайкыңызды басып, подпискасын қойып, жақсы сөз айтып отқандарыңыз, біліңіздер, оразаларда бастарыңызға жақсылық болып келеді. Аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, масон, бір нәрселерді жазып отқандар, дайындала беріңіздер, басыңызға оразада үлкен қайғы келеді. Динара саған қатысты. Жақында біреуің өліп қалса, сол кезде молдаға барып, осы сөзді есіңе түсіп тұр.
Осы басыңа қайғы келеді, сол кезде осы сөзді есіңе түсіріп, менен алдыма келіп кешірім сұрайтын күндер болады бұйырса. Асықпа. Кішкене қалды оразаның күнінде, кішкене шыдай тұр, көресің не болатынын. Жақсы сөз жарым рас. Дайындала бер. Дайын шығарсың, бірақ күшті жазып жатсың ғой. Адам өзі табады, өз тілінен табады, өзінің қолынан табады. Құдай қаласа дайынсың. Үйде адыраспенмен алыстауға бола ма? Болады. Болады, алыстауға. Талақ сүресі 4-ші аятқа тәңіршілер қалап жүр. Мәселе талақ сонда емес. Тәңіршілермен алысқанды қойыңыздар. Намазханыңыз да, намазханың емес те, оларды боқтап, кеше күні ешек, бір нәрсе деп айтып жүрген, топас деп жүрген, сенің қай жағың артық? Ақымақпен ақымақ болсаң, сенің қай жағың ақылдылық? Ол дінді білмейтін адамға сендер ондай сөз сөйлеуші болмаңыздар. Тәңіршімен алысып, біреуді сындырып, басқа істейтін жұмысың жоқ па не? Неге шайтанмен алыспайсың? Неге нәпсіңмен алыспайсың? Неге біреумен алысасың? Біздің қателігіміз осы. Біреуді алдымызға қойып алып, соны шұқып, қияметте сол үшін жауап беретін боласың. Сондықтан біреуді алыспаңыздар. Құрметті ағайындар, алыспаңыздар. Сен өзің қара басыңмен алыс, шайтаныңмен алыс, нәпсіңмен алыс, өз-өзіңді түзет. Не қыласың, ол тәңірші үшін сен жауап бермейсің. Сондықтан өзіңіз айналысыңыздар. Оларға жаман сөз айтып жүрген мына сақалды мұсылмандар, типа мұсылмандар, барлығыңыздікі қате. Не қыласың? Дін сонда біреуді боқтап, біреуді ұрысып, біреуді жақсы болғанда дін көтеріле ме не? Жоқ, сен күштік соған көтерілесің ба? Қойыңыздар ондай нәрседі. Өзбекстаннан уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Келіңдер. Сондықтан ол дұрыс нәрсе емес, бауырлар. Ешқашан тәңіршімен, кәпірмен, алкашпен, кім болса болсын, алыспаңыздар. Сенің алысатын өзің желкеңде отырған нәпсің, қара басың, семьяң қаңғып жүр, өзің бычтың шығып жүр. Өзіңді түзет, өзің үшін жауап бересің. Сондықтан олар біреуді жаман сөз айтпаңыздар. Мен жаным ауырады. Кейбір имам ұстаздардың тәңіршілер туралы ауыр сөздер айтып жүрсіздер. Қойыңыздар осы нәрсені. Соның сондай болғанына сен кінәлісің, соған мен кінәлімін. Сондай солар болуына. Сол үшін діннің неге жақсы қылып жеткізбейміз? Неге мейірімдік айтпаймыз? Неге бір-бірімізге қамқоршы емеспіз? Бір-бірімізді жерден алып жерге салғанға мәзсіздер. Сол жаман болғаннан сен жақсы боласың ба? Арам дегеннен адал көбейе ма? Кәпір дегеннен мұсылман көбейе ма? Қойыңыздар осы нәрсені. Алыспаңыздар ешкіммен. Тағы да айтамын, өз нәпсіңмен алыс. Өзің қара басыңмен алыс. Семьяң алас. Бір балаң намаз оқса оқиды, біреу оқымаса оқымайды, тілдерің 2 метр, ауыздарыңа ақ ит кіріп көк ит шығады, бір-біріңді жалмауыз, бір-біріңді приколстап мазақтағанға мәзбіз. Сол ма діннің миссиясы? Пайғамбардың миссиясы оны үйретті ме сендерге? Аңдығандарын қатын қалаш, айтқандарымыз белден төмен қарай әңгіме, біреуді жамандау, біреуді сүйреп апарып тастау, сенің қай жағың жақсы? Жарайды, ол жаман екен. Сенің қай жағың жақсы? Өзің жақсысың ба? Жоқ, әркім өзін сүзесін. Сонда жақсы боламыз жаным. Ассаламағалейкум. Таңғы намаздан бастайық жақтан 4 түсінбедім сұрағыңызды. Ассаламағалейкум. Мәйітті оң жаққа шығарғанда тұз немесе мұз салады, зиян болмай ма? Бұл нәрсе не үшін салады? Бұны адам бұзылмасын деп салады. Қазіргі заманда мәйітті жаңағы сақтаудың бір варианттары. Кейбіреулер аккумулятор жалғап қояды. Бұл дұрыс нәрсе емес. Адамды сақтап, мариновать ету дұрыс емес. Өзі уақытысы келгенде, адам дүниеден өткенде адамды жерлеу керек. Оны аккумулятор жалғап, тоқ жалғап, келген құда келеді, ұят болады. Құда тірілтіп ала ма не? Құда да өлген адамды көрмейді де, оны жумайды да ол. Беретін ақшасын былай ақ береді, жерлесең де, жерлемесең де. Сондықтан адам жерлену керек, егер ажалмен ақтық сапары жетсе. Намазды бастай алмай жүрмін, бір жері дұрыс болмай жүремеді. Бастай бір, дұрыс болмаса да сенікі сауап болады. Сіздердің дұрыс оқи алмай жүрген намаздарыңыз, ана дұрыс оқып жүргендердікінен артық, бәріміз менен де артық болады.
Өйткені тіліңнің келгенінен, жаманшылықтан қашып, күнәдан қашып жүріп ұстағаның сенікі үлкен дәреже болады. Туылғаннан намаз оқыған адамменен арақ, күнә, арамды тастап жүріп намаз оқыған сіздердікі артық болады. Сіздердің намаздарыңыз артық болады. Сондықтан қате болса да бастай беріңіз. Алла өміріңізге береке берсін. Біздікілер анау қабыл болмайды сенікі деп жүргендер қойыңыздар. Қабылдайтын сен емессің, қабылдайтын мен емес, қабылдайтын Алла. Қолынан келгенше жасап жатыр. Соған демеу болу керек, жәрдем беру керек, бір-бірімізді қолдауымыз керек. Охота тазымен бола ма? Болады. Екі шарт бар. Бірінші шарты итті салғанда үйретілген ит болу керек. Үйретілген итті салғанда бисмилля деп жібересің. Екіншісі сол аңды алуға сенен рұқсат болу керек мемлекеттен. Яғни елік алсаң, мысалы айтайық, неге саласың? Түлкіге салсаң тазыңды, сол кезде түлкіні алатын өзінің уақыты болады. Мемлекет оған рұқсат береді. Сол кезде ғана аласың. Бас жоқ, аяқ жоқ. Аулай берсең табиғатымыздан табиғат қалмайды. Киіктің бәрін қырып өлтірдік. Сондықтан бұл жақсы емес. Арам болады бұл. Оразада ең соңғы күндері басым айналып құлап қала берем. Енді қалай күндері не істесем болады? Аш. Кейін ұстайсың жаным. Денсаулығыңда сенде кінәрат бар. Кішкене денсаулығыңды күтіп отам. Кейін қазасы ұстайсың. Жүргенде тұмаумен ауырып қалдым. Әрі қарай ұстай берсем болады ма? Тұмауымыздың деңгейіне байланысты. Талақ бермесе, бір жыл бұрын заңмен ажырасса, талақ бола ма? Талақ түседі. Заңменен түседі. Заңменен талақ түсіп кетеді. Содан кейін, анау талағын бермей жүрген еркектер, мен семен тұрғым келмейді дегендерге талағыңды бермеймін деп өзінше қалтаңызға жекеменшігіңіз сияқты ол тұрмайым деген адамды зорлап ешкім қатын қылмайды. Мысалы айтайық, мен тұрмаймын деген адамды еркекті бай қылмайды, әйелді әйел қылмайды. Түсінікті ма? Сондықтан бірін-бірін зорлап, қинап, сен болсаң да боласың, болмасаң да боласың деп, бұл құл заманда емеспіз. Әр нәрсе заманына, адамына қарай болатын дүние. Жолдасымен арамыз суып кетті, 4 бала бар дейді. Соны жылтыңыз қайттан. Ортақ мәмілені келтіріңіз. Мейірімділік, жақсы сөз, бір-біріңізге қамқорлық, бір-біріне жылы сөз айту, бажырай ұрыспау, бадырайып айғайламау. Егер ол еркек салғыласып тұрса, ол салғыласпағанмен салғыласпау, біреу от болса, біреу су болу, салат жасап беру, бір-біріне жақсы сөз айту, сонымен енді сөйлетті орта. Қайғала дейді Астана. Орамалға ата-анам қарсы дейді. Не істесем болады? Жасың нешеде? Ауыз ашар беру үшін бай болу керек па дейді. Жоқ. Аушур батан мимма. Ең болмағанда суменен ауыз аштырыңыздар. Бұдан бір құрма беріп ауыз аштыр дейді. Біздікіндей ұзыннан ұзақ дастархан жаю. Мен кеше бір өзбекстандық ағайындарға барып ауыз аштым. Менде бір кішкентай тарелкамен плов берді. Үстінде наваттарды, өзбекский шай берді. Мен енді тамақ ішеміз, уағыз айтуға шақырған. Мен өте нормально. Біздікіндей салаттан салат, даже алма қойған, алманы кесіп қойған. Ешкім дастарханың мынандай деген жоқ. 250 адам болды. Ешқандай жоқ. Біздікілер дастарханмен жағынғысы келеді. Жақпайсың. Ой, нағып киви қойған сен, нағып киви шик екен, авокадо қойса, авокадосы піспеген екен, бүйтсен болса, ой, сорлы, деп бәрі ұнатпайды бәрі. Жақпайсың адамға. Соқтан ол үлкен көп беру шарт емес. Шамаңызға қарай, көрпеңе қарай көсілдейді. Ұлан аға, 5 уақыт намазды бастадым енді. Арасында қате кетеді, қабыл болады потом. Марғұлан қабыл болады жан. Сол мешітке жиі барып тұр, мешіттегілерден түзетесің, е? Сәресінен кейін дәрет алып намазға тұрдым. Бір уақыт қана намаз қарап оқып жүрмін. Дұрыс па? Дұрыс алтынан бастай бер. Алла нәсіп еткен екен. Ораза ұстауың Құдайға мың шүкір. Алла сені жақсы көргені. Намазға тұрғаның Аллаға жақсы көргенің дәлелі. Мына мені естуіңнің қазір естіп отырып, өзіңе қажетті нәрсені алып отырғаның өзі Құдай жүрегіңді ашқаны. Егер саған Алла қаламаса, сен ешқашан көрмейсің бұл нәрсені. Көрсе де миыңа кірмейді, жек көріп кетесің. Өзіңмен өзің лағып кетесің, басқа жолды қуып кетесің. Бірақ Алла саған көрсетті ме осы менен басқа имам ұстаздарды, бұл Құдайдың жақсы көрген белгісі жан. Жақсы көрген белгісі. Енді Құдай осыдан адастырмасын сені. Әңгіме сода. Құдай қайыр берсін жаным.
мысалы оразаға дейін адамның ішіне жын кірді, кейін жын шығара алмай Рамазан айына кіріп кетті, не болады? Жыны бар ораза болады, нормально не болады? Жынды ораза болады, уайымдама, ұстай берсін. Сол оразамен кетеді жынның бәрі. Меккеге мені шақырса екен дейді. Меккеге бару жақсы ғой, бірақ үйдегі ата-анаға қызмет қылу Меккедей сауап бар. Әйел кісі болсаң, күйеуіңнің қызметінде болу, сол Меккедей сауап бар. Бауырмашыл болсаң, бауырларыңа жақсылықшылық жасасаң, ол да Меккенің сауабы бар. Жұма намазға қалмай барып тұрсаң, хаджул мәскейін, Меккенің қажылыққа бара алмағандардың қажылығы жұма деп айтылған. Сондықтан жаным, Меккеге барғаннан кейін сол жолмен жүре алмасаң не пайда саған? Сондықтан бірінші осы жақта жақсы бол, ракатты түсіндіріп беріңізші. Ракат деген тік тұру, ракат деген еңкею, содан кейін 2 рет сәжде қылу. То есть қиям, руку, 2 сәжде. Осы үшеуі бір ракат болады. Дәрет алып, түнде дәрет алып, ғұсыл алып ұйықтап, таң намазын оқуға бола ма дейді. Ұйықтағаннан кейін дәрет бұзылады ғой. Ұйықтамай түнде дәрет алып кешке, ұйықтамай түні бойы кітап оқысаң, ұйықтамай көзің ілмей телефон шықсаң, онда ертең таң намаз оқысаң болады. Оразамды нанмен ашып қойдым. Енді қарызбын ба, оразамды нанмен ашып қойдым. Жоқ, қарыз емесін, қарным тояды, нормально болады. Оразаны құрмамен аш, сумен аш деген бұйрық емес ол. Ол желательный, солай болса жақсы болады, бірақ ол міндет емес. Коламен ашмаған десең, немен ашсаң өзің білесің. Сорпамен аш, бешбармақпен аш, өзің білесің. Военный школға кетем, намаз не болады? Бар военный школға. Құдай өзі жолын береді, бара бер жаным, қалма. Азаматтардың оқып, тәрбиелі, білімді болып, военный болып, физик болып, математик болып, ғылым қуып, жақсы технологияларға ұмтылып, сондай жаңалық ашуға тырысуымыз керек. Отырып алып, кешке дейін телефон шыққи беріп. Енді мені көргенде жақсы, ұрлық көргенше, жаңағы шайтан пайтандарды көргенше ол да жақсы, бірақ сіздерге тыңдағандағы ең жақсы мінезімізді тәрбиелеп, қоғамға пайдалы болып, елге пайдалы болып, ағайынның ішіне пайдалы болсаң, ең жақсы нәрсе сол. Дайрек оқисыз ба? Дайрек, одан кейін барып мынау жаңағы комментарий оқуға уақытым жоқ жаным. Оқып шетінен келе жатырмын, жауап беріп, бірақ өте ұзақ. Таң намазын оқып жүруге болады ма? Егер хиджаб жоқ болса не істейміз? Жоқ болса сатып аласың, бар болса киіп аласың, таң намаз оқып болсаң қабыл болады. Имам братан тигр дейді. С этим сложно поспорить, но тигр он везде тигр. Моншаға барса ораза бұзыла ма? Ораза бұзылмайды. Рисалай Нур жақсы кітап па? Рисалай Нур ұлты күрттен шыққан Бадиу Заман Саид Нурси деген кісінің үлкен бір ғалымның кітабы. Көбінесе философиялық тұрғыда жазған, біраз мойындалған ғалымдардың біреуі. Бірақ ол біздің еліміздің адамы емес, біздің сол кісінің айтқанын біздің даналарымызда, бабаларымызда айтқан. Сондықтан бізге түсінікті болу үшін өзіміздің тарихымызды, қазаққа тән, өзіміздің ұлтымызға сайын мәселелерді оқысаңыз бабаларымызды, соның бәрі сол Бадиу Заман Саид Нурсидің айтқан ілімдерін біздің аталарымыз айтқан. Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Абай атамды толық оқып шығыңыздар, жаттап алыңыздар, қара сөздің барлығын, өмірдегі айтқан сөздерін барлығын өміріңізге жүзеге асырыңыздар. Сонда содан ары қарай басталады. Ассаламу алейкум. Шамға чейін 2 минут алдын ашса қандай болады дейді. Опасный болады. Өз уақытында малында ашыш керек. Ассаламу алейкум. Түске дейін, тек қана түске дейін. Түске дейін келіңіздер. Рахмет.